Күн, оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қарыздан құтылуға көмектесетін 10 кеңеспен бөлісетін боламын. Бүгінгі күн қарыз бен кредит тақырыбы өте өзекті болып тұр. Өкінішке орай, халықтың басым көпшілігінде қарыз бен кредит бар. Сол себепті осы тақырыпта видео түсіруді жөн көрдім. Осы видеом бір адамға болсын пайдалы болса, пайдам тисе мен үшін үлкен бақыт. Егер сізде қарызыңыз болса, мына кеңестер одан құтылуға пайда береді. Қарызыңыз жоқ болса, онда қарызданудың алдын аласыз. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші, бұдан былай ешкімнен қарыз алмаймын деп уәде беріңіз. Сіз қарыз алған сайын қарызыңыз көбейе береді. Сол үшін жаңа қарыз алмау керек. Келесі, қарыз туралы көп ойламаңыз. Керісінше, табыс туралы көп ойлаңыз. Қарыз қатты алғыңыз келсе де алмаңыз, шыдаңыз. Керек ақшаны жұмыс жасап табудың жолын іздеңіз. Айлық табысыңыздың 10%-ын қайырымдылыққа жұмсаңыз. Сараңдыққа салынбаңыз. Өйтсеңіз, өміріңіздің өзі оны сізден бірнеше еселеп қылып алуы әбден мүмкін. Табыс туралы көп ойлаңыз, шығындарыңызды азайтыңыз. Қарызыңыздан ұялмаңыз. Сіз әдейі жасаған жоқсыз ғой, өмірде бәрі болуы мүмкін. Қарызын сұраушылардың қоңырауына жауап беріңіз. Жағдайды айтып, қашып жүрмеңіз. Кредит алсаңыз, сіздің ай сайынға төлейтін ақшаңыз сіздің айлық табысыңыздың 20%-нан аспауы тиіс. Сонда ісіңіз алға жүретін болады. Қарызды аз-аздан бөліп қайтаруға келісіңіз. Егер көп адамнан қарыз болсаңыз, аз-аздан қарызды қайтарып үйреніңіз. Кімнен қанша қарызсыз, нақты тізімін жазыңыз. Ай сайын беретін ақшаңыз бен уақытыңызды жазыңыз. Үйде керек боп қалады-ау деген заттарды бәрімізде бар. Солардың ішінде қолданбайтын тауардың бәрін сатыңыз. Ең бастысы, көп дұға жасаңыз. Алла өзі қиындықтан шығуыңызға көмектеседі. Осы видеоны оқып естіп қана қоймай, практикада қолданыңыздар. Біліп тұрып, оны қолданбасаңыз, ешқандай пайда болмайды. Пікірге ой бөлісе отырыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Супертехника парақшасы күнделікті видеолармен қаржылық сауаттылықты дамыту үшін жасалатын видеоларды шығарып отырамын. Осы каналға тіркелмесеңіз, тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлығымыз бай қуатты миллионер болайық.